Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Айгерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода қысқа арналған капустадан жасалатын ерекше салаттың видео рецептісін көрсетемін. Жасалу жолы өте оңай және де құрамына кететін заттар өте тиімді. Үйдегі бар заттармен жасай берсеңіздер болады. Және де дәмі де өте керемет болып шығады. Қыста көптеген тағамдардың қасына гарнир ретінде ұсынсаңыздар да болады. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Менің арнама тіркелмесеңіздер, астындағы подписаться батырмасын басып, арнама тіркеліп алыңыздар. Салаттың құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Ең алдымен помидорымызды видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Келесі огурцымызды тураймыз. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай турай беріңіздер. Солонка ретінде турасаңыздар да болады. Келесі болгар бұрышынан жасыл түрінен де және де қызыл түрінен де қосыңыздар. Екеуінің дәмі үйлесіп өте керемет иіс беріп тұрады. Осылайынан видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Енді ашты бұрыштың бір данасын майдалап турап қосамыз. Егер де сіздер ашты салатты қаласаңыздар, 2 данасын қоссаңыздар болады. Мен тек қана біреу ғана қосамын. Келесі чесногымызды да майдалап тураймыз. Бір дана пиязымызды осылайынан жұқа етіп турап қосамыз. Келесі 3 дана сәбізімізді теркадан өткізіп қосамыз. Енді орташалау келген капустаны осылайынан видеода көрсетілгендей етіп, жұқа етіп тураймыз. Ең соңынан зелень және де укропты майдалап турап қосамыз. Бұлар салатымыздың иісін өте керемет шығарып тұрады және де бір ерекше дәм беріп тұрады. Сол себептен де міндетті түрде қосуларыңызға кеңес беремін. Дәміне қарай тұз қосамыз және де қантымызды қосамыз.
9% уксустан 5 ас қасық қосамыз. Егерде сіздерде 71% уксус болса, 2 ас қасық қосаңыздар жеткілікті. Енді сұйық майымыздан 100 грамдай қосамыз. Енді салатымызды жақсылап араластырамыз. Салатымызды қасықпен араластырған ыңғайсыздау, сол себептен де қолымызбен жақсылап араластырамыз. Екі дана лавр жапырағы қара бұрыштың осындай горошек түрінен кішкене қосамыз. Жақсылап қолымызбен мыжып араластырамыз. Барлық ингредиенттер бір-бірімен жақсы араласып тұру керек. Сол себептен де қолымызбен жақсылап араластырамыз. Салаттың бетін жарты сағатқа жауып қоямыз. Астынан суығы шығуы керек. Жарты сағат өткеннен кейін жақсылап араластырып, тағы да 15-20 минутқа бетін жауып қоямыз. Жақсылап бір араластырамыз және де банкаларымызды алдын ала жуып тазалап алып, салатымызды ақырын банкімізге саламыз. Осылайынан қасықпен тығыздап отырып саламыз. Бұл салатты біз сыртынан қайнатамыз. Сол себептен де ол азайып кетуі мүмкін ішінде. Сондықтан тығыздап, жақсылап сала беріңіздер. Міне барлығын салып болдық. Осылай түбінде қалған соғын барлық банкілерімізге бөліп құйып шығамыз. Енді крышкаларын бұрамаймыз, тек қана осылайынан бетін жауып қоямыз. Үлкендеу кастрөлімізге түбіне осындай бір полотенце немесе матаны төсеп, жартылай су құйыңыздар. Банкілерімізді ақырын орналастырамыз және де газға қойып қайнағанша күтеміз. Қайнағаннан кейін жарты сағаттай қайнату керек. Міне бізде жарты сағаттай уақыт өтті. Газдан алып салаттарымызды жақсылап крышкасын бекітеміз. Бұл салаттың жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Міне қараңыздаршы, түрі де, түсі де өте әдемі болып шықты.
Енді салаттарымызды жылы жерге осылайынан төңкеріп, плитпен үстін жауып бір күнге қалдырып қоямыз. Мінекей біздің капустадан жасалған салатымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Әйгерім. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.